Брокколи қырыққабат тұқымдасына жататын көкөніс. Оны кейде жасыл қазына деп атайды, себебі дәрумендер мен минералдарға өте бай. Миға пайдасы. Дәрумені есте сақтау мен зейінді күшейтеді. Фолий қышқылы жүйке жүйесін қолдайды, жаңа нейрондардың дамуына әсер етеді. Омега-3 май қышқылдары мидың жасушалық мембранасын қорғайды. Антиоксиданттар, лютеин, бета-каротин, ми жасушаларын қартаюдан сақтайды. Жүрекке холестеринді төмендетеді, қан қысымын реттейді. Бауырға зиянды токсиндерді шығаруға көмектеседі. Асқазан ішекке талшық көп, сондықтан ас қорытуды жақсартады. Иммунитетке дәрумені мол болғандықтан ауруға қарсы қорғанысты күшейтеді. Сүйекке кальций мен дәрумені сүйекті қатайтады. Теріні жасартады және дәрумендері әжімді азайтады. Ағзаға пайдасы. Қалай жеу пайдалы? Буда, паравка қолдан пісірсе дәрумендері сақталады. Қуырмай қайнатып немесе салатқа шикідей қосқан пайдалы. Ет, балық, жұмыртқамен жақсы үйлеседі. Қорытынды. Брокколи нағыз мидың витамині ғана емес, бүкіл ағзаның қорғаушысы. Оны үнемі жеген адам өз ағзасынан шын мәнінде рахмет естиді.